Қазаққа дала керек, ғарыш керек, керемет кеңдік керек, алыс керек. Білегін білу үшін сайыс керек, ән салса аспан толар дауыс керек. Шайқасса қоян емес барыс керек, жүйрігін сынау үшін жарыс керек. Міне наурыз келді, жыл басы халық даналығының айғағы. Ол дәстүр мен ырымды, тәжірибе мен болжамды айшықты ой дүниесіне айналдырған философиялық сырбаздық та, тіршілік тудырған ең үздік қылымдар мәйегін қарапайым ел ұғымы мен кестелеген заңдылықтар кеніші де. Наурыз халық даналығының ұлы тоғысы, ел санасының бастау көзі, ұлыстың ұлы күні. Ұлыстың ұлы күнін, Наурыз мейрамын қазақ даласы ресми түрде тойлай бастағанына көп уақыт өткен жоқ. Осы аз уақыттың ішінде Наурыз мерекесінің негізгі философиялық және астрологиялық сырлары халықтың ой санасына қайта оралғандай болды. Адасқан жолымызға қайта түсіп, ада болған дәстүрімізді жаңғыртқан Наурыз мерекесі бәрімізге келгелі тұр. Бұл ұлыстың ұлы күні дейді ата-бабамыздан бері қарай. Наурыз мерекесі сонау христиан дінінен де бұрын, дін мұсылманнан да бұрын біздің халқымызда, біздің жерімізде атап өтетін мереке болған. Күн мен түннің теңескен кезі, халықтың барлығы қыстың ауыртпашылығынан шығып, жаздың лебі келген кезде бар жоғын түгендеп, ағайын туысқанның үйіне барып, жағдайын біліп, қыстан аман-есен шыққанына қуанып, бір-біріне сырын айтып, бір-бірін кешіріп, бір-бірінің үйінен наурыз көже ішіп, мәре-сәре болатын кез. Сондықтан осы мереке қазір тәуелсіздігінің арқасында біздің халыққа, бүкіл шығыс халқына қайтадан оралып келіп отыр. Аталарымыздың айтуы бойынша, әр үйді наурыз күні Қызыр баба аралап, сол Қызыр баба аралап жүріп, толың қысқан үйіне кіріп дәм тартқан жанұя бақытты болады екен. Сонымен қиял ғажайып кейіпкер Қызыр ата әрқашан жаңалықтың, ұлыстың ұлы күнінің символы болып, жақсылық жаршысы болып ортамызға келді. Киелі бабамыздың сөзін тыңдайық. Баба дала есте сол бір ғасырлар, қан мен жасың сан жуылып жүзіңнен, алма ғайып күндер орнап басына, қайран жұртың мың өліп мың тірілген. Бұл далада тағы біраз таң атқан, олар бірақ қасиеттісін жоғалтқан. Соқтық балы, соқта жолда жүрген ел, аз үмітпен қамқорынды жұғатқан. Жүрдім барда үзілмеген өмір бар, демек сонау жақсы күнге сенім бар. Ұшпа-бұлттай аз үмітім қалса да, тірлік ағын іркілмей жөнім бар. Біздің жыл санауымызға дейінгі бірінші мыңжылдықтың аясында Евразияның ұлы даласында көшпелі өмір салттың қалыптасқан тарихтан мәлім. Көшпелілер ұлы сүре көш барысында жүздеген кейде мыңдаған шақырымдық алаптарды игеруге мәжбүр болған. Мұндай байтақ әлемді игеру үшін, көш қонды сәтті атқару үшін міндетті түрде уақыт туралы таным түсінік қалыптастыру керек болған. Ол үшін көшпелілер өзін қоршаған ортаның, табиғаттың, аспан денелерінің тұрақты заңдылықтарын бақылау арқылы уақыт туралы белгілі бір таным түсінік қалыптастырған. Ғылымда орныққан бір тұжырым бар. Жыл уақытының 4 маусымы, ол 4 маусымның 12 айға бөлінуі, сондай-ақ тоғыс есептері, амал есептері,
мүшел есептері, міне бұл сияқты уақыт межелеудің қай-қайсысы да ең алғаш рет көшпелілер арасында орныққанын бүгінгі ғылым мойындайды. Әрине, осынау уақытты межелеу барысында көшпелілер ең бір кие тұтатын, ең бір қасиет тұтатын уақыты күн мен түннің теңесер сәті болған. Бұл сәтті көшпелілер айрықша кие тұтып, ұлыстың ұлы күні деп атаған. Бүгінгі қазақ халқы көне сақтардың, ежелгі ғұндардың, байырғы түріктардың ұрпағы. Үлкен үйдің қара шаңырағын ата жұртта сақтап қалған халық. Бұл ескіден қалған көне жәдігерлер, сақ заманның куәгері алтын киімді адамның алтын тостағанындағы және түрік қағанатының тарихын танытқан Орхон Енисей мен Талас жазбалары дәлелдеген шындық. Кешегі социалистік дәуірде біздің мәдениетіміздің дамуының, өрлеп өсуінің, тұрмыстың оңға басуының басты себебі ұлы Октябрь революциясы дегенге сеніп келген бір халықтың ұрпағымыз. Бүгінгі күні басқа елдермен тереземіз теңескенде, тарих көзі ашылғанда, ата-бабаларымыздың қаһарманды да қайратты өмір сүргенін сезіну қуанышы кеудемізді кеңейткен кезде, Наурыз мейрамы халыққа жаңа рух әкелетіні бар. Төл мәдениетіміздің ең бір кең жайылған түрі ол қол өнері, дәстүрлі өнер. Қол өнердің шеберлері қасиетті де киелі ұлыс күнінде бір серпіліп жақсылық шарапатын алады. Көшпелілер арасында бір жылдың ішінде 7 той өтетін болған. Со 7 тойдың ішіндегі ең ұлысы, ең киелісі мәңгілік өмірдің бастауы деп аталатын ұлыстың ұлы күні өтетін той болған. Бұл көктемдегі күн мен түннің теңесер шағына дөп келген. Демек, Яхуди дінінен де бұрын, христиан дінінен де бұрын, Будда дінінен де бұрын, Ислам дінінен де көп бұрын көшпелілер арасында күн мен түнді тану, оны ұлы мереке ретінде тойлап өту дәстүрі қалыптасқан. Ұлыстың ұлы тойы, ұлы күні туралы өте қызықты деректі біздің жыл санауымыздың 1-ші ғасырында ғұмыр кешкен гректің әйгілі тарихшысы Квинт Курций Руфтың еңбектерінен кездестіреміз. Ол өзінің Ескендір жорығы деп аталатын кітабында ұлыстың ұлы күні Қаған ордасының алдына шымқай қызыл мауытыдан киім киген 365 бозбаланың жиналатынын айтқан. Бұл 365 бозбала бір жылдың ішіндегі 365 күннің айғағы болып есептелген. Олар ойын тойдың ұлыс күнгі қызық қуанышын қыздырып, неше түрлі тамашаға
өнер көрсеткен. Сол той барысында елдің батагөй абызы өте ақылгөй дана қарты қобызбен Тәңіріге арнап 9 күй тартатын болған. Күні бүгінге дейін қазақ арасында қобызда 9 тарау күйінің сақталуы сөз жоқ. Сол байырғы көне дәстүрден келе жатқан жұқана екеніне күмән болмаса керек. Біздің туымыз тәуелсіздік, тілегіміз бейбітшілік, тыныштық. Күш қолдану мен жанжал атаулыны болдырмауға бар ерік жігерімізді аямаймыз. Осы мақсат жолында Қазақстандағы барлық ұлттар өкілдерінің бір кісінің баласындай, бір қолдың саласындай күш біріктіруіне мүдделіміз. Ежелден көктің тынысын тыңдап, жердің тамырын басқан зерек халқымыздың тіршілігі әр қашан табиғатпен тығыз байланысты болғандықтан, қиыншылық кейін шегіне бастаған кез ерекше бір өмір сүйгіштік құлшыныстың бір көрінісі. Қараңғының аққа, кесірдің киеге, зымыстанның табысқанға, таршылықтың молшылыққа, қатыгездіктің қайырымдылыққа өтетін табалдырығы. Осы арадағы тепе-теңдік белгісі. Ұлыстың ұлы күні жақсылығына бірге қуанып, қиыншылығын бірге бастан кешіп жүрген барлық ұлт өкілдерінің достық күні Наурыз мейрамы бүкіл қазақстандықтар мерекесі. Тіршілігі мағыналы, қиялы ұшқыр, ойы тұңғиық дана халық, бұл күнді көктеміне қарап күзді, жазына қарап қысты пайымдауға болатын табиғаттағы тіршілік циклінің бастау сәті, алдағы тұтас жылдың ерекшелігін анықтайтын тәжірибе кілті деп таныған. Көшпелілер үшін жылдың 4 маусымы бірдей өмір тіршілігіне қажет болған. Оларға ең бірінші қолғанат еткен аспанның жарықтары, ай, жұлдыз, күн және жаңағы айтылған табиғаттың 4 маусымы. Олар қазақтың дәстүрлі табиғи ұғымында әр қайсысы үшке бөлінеді. Осыдан 12 айдың дүниеге келуі
көшпелілердің өмір салтымен байланысты болған. Қазақ даласында ұлыстың ұлы күні қалай қарсы алынады, қандай дәстүрлі ерекшеліктері бар деген сұрақтар туады. Жаңа жылды тәннің де, жанның да тазаруымен қарсы алу ләзім. Наурыз мұнтаздай таза үйдің табалдырығын аттаса, ол шаңырақ жыл бойы ауру сырқаудан, пәле жәледен аман болады. Жыл бойы ақ көл көсірден ырғын, берекелі жауын шашын мол болсын деген тілекпен Наурыз күні ыдыс атаулы толтырылады. Қоршаған ортаң саламат болсын, ырыс көзі, игілік көзі ашылсын деп, Наурызға қарсы бұлақ атаулының көзін ашқан жөн. Атадан балаға мал қалғанша тал қалсын, бір тал кессең, оның ек деп мерекеде көшет отырғызған сауап. Наурыз жер экваторын күн дәл басқан астрологиялық құбылыс. Космос, табиғат, қоғам, адам өміріндегі тепе-теңдік сәті. Осынау болмыс теңдігін пір тұтқан халық, мұны өз тіршілігіне байланыстыра тамаша философиялық тұжырымға келеді. Ежелгі жұрттың құлға да бір күн теңдік деп, патша мен құлды, бай мен жарлыны, еркек пен әйелді, кәрі мен жасты теңестірген ерекше күн. Еркіндік күні, тірлікке бастар бірлік күні. Жалғыз шала сәуле болмас, жалғыз шырақ тәубе болмас деп, әр үйде осы шаңырақтан дәм татқан әруақтар рухына арнап, қос шырақ жағылады. Ата мен немере, ана мен бала ұйықтамай Наурыз таңын күтеді. Наурыздың 21-ші жұлдызынан 22-сіне қараған түні сағат 3-те жерімізде жаңа жыл алғашқы құтты қадамын жасайды. Күн экватор үстіне келеді. Егер ай белгілі бір қалыпта тұрса, жердің гравитация өрісінде бір кез ерекше тепе-теңдік сәті орнайды. Қызықшыл жастар асау тайыншаға жаңа жыл атты қуыршақ мінгізіп, малды үркітіп, иттерді шулатып, елді ұйқыдан оятып мереке бастайды. Осылай ұлыстың ұлы күні, теңдік пен жаңару күні дала жеріне қуаныш әкеледі. Оның Наурыз деген аты парсы сөзінен келгені белгілі. Жаңа күн деп аударылады. Алайда ғалымдардың пайымдауынша, Наурыз мерекесі парсы халқының төленшісі емес. Ол көшпелілердің табан аудармай 3000 жылдан аса көшпелі өмір тұрмысын бастан кешірген болмысынан туған дүние. Ол фильмнің басында келтірілген президентіміздің сөзіндегідей үлкен үйдің қара шаңырағын ата жұртта сақтап қалған халықтың мерекесі. Сол себептен бұл мейрамның 3000 жылдан асатын тарихы бар. Ел арасында айтылып жүрген, ғалымдар назарына инедей қадалған, аңызға ұқсаса да
дәлелі жетіп жатқан бір оқиға бар. Ол мынау. Біздің даланың перзенті, көшпелі мал баққан шаруа Зората Наурыз күні алдында суға шомылып жағаға шыға бергенде Құдайдың бейнесін көреді. Құдай төңірегіне нұр шашып тұр екен. Зоратаның көкірегіне сол арада Құдай нұр құяды. Дінсіз адам баласына тұңғыш рет діни қағидалар жіберіледі. Сол Наурыз түнінде жер бетіне тұңғыш рет діни пәтуа келді. Оны уағыздаушы адамзаттың алғашқы пайғамбары, кіндік қаны өз жерімізге тамған әлем жұртшылығына әйгілі Зоратамыз еді. Оны гректер Зоратустра, парсылар Заратуштра дейді. Ал енді осыған сенсеңіз сеніңіз, бірақ сенбеске еш амал жоқ сияқты. Себебі осы Наурыз түнінде көктен жерге адам бейнесіне келіп жүретін қиял ғажайып Қызыр атада осы Зор атаның рухы жоқ екеніне кім кепіл бола алады? Қызыр атамыз аралап жүріп кірген үйге бақ қонады екен. Сол себептен ұлыстың ұлы күні әр үйдің есігі ашық, дастарханы мол болуы керек. Біздер талай-талай оқиғалардың куәсі болған асқар таулар мен ұлан-ғайыр даланың түлегіміз. Бұл біздің сан буын бабаларымыздың кір жуып, кіндік кескен жері, Гүлжазира өңіріміз, атадан қалған байтақ мұрамыз, баға жетпес байлығымыз, алтын босағамыз. Бұл өлкенің айдарын жел есіп, байрағы талай желбіреп, азат мемлекет болғанында белгілі. Бұл күн көп жағдайды талдап қорытатында күн. Ұлысымызда жүргізіліп жатқан дәйекті саясаттың күшімен еліміз әлемдік қауымдастыққа бөгетсіз, лайықты қалыпта кіргені бүкіл қазақстандықтар үшін зор мақтаныш. Халықтың намысы үшін арпалысып өткен дара тұлғалар, қаһарман бабаларымыз аз болды ма? Соларға ұрпақтар атынан алғыс айтатын күн де бүгін. Міне сіздер алғаш көріп отырған Түлкіев пен Қожамқұловтың көш керуен панорамасы сол қасиетті тәуелсіздіктің ұлан-ғайыр жолында жанқиярлық пен күрес жүргізген ата бабаларымыз бен бүгінгі замандастарымыздың бейнесін сомдаған, еліміз егемендікке ие болғандықтан ғана дүниеге келген туынды. Ағыл тегіл молшылық болсын деп Наурыз көже ішіледі. Соғым ел асы, Наурыз көже жер асы дейді халықта. Жерден 7 шұқыр қазылып көженің қалғанын соған құяды. Келін бабам, ықылас
Наурыз күні елмен ел табысат, бірлік білдіріп, ауыл-ауыл бір-бірін қонаққа шақырады. Сыйға бел көтерер деген жас өгіздің етінен әзірленген дәм ұсынылады. Наурыз күні қиянат, жаман іс жасамақ түгілі, жаман ой ойлауға да болмайды. Өкпелеген адамдар бір-біріне кешірім жасап, қайта табысатын күнде осы. Менің бар тілегім, қиын қыстау заманда өмір сүріп жатқан кезде, барлық халық осы қиыншылықты бір ауыздан көтеріп, шыдамды болып. Себебі еліміздің егемендігі тек қана сол кезде нығаяды. Сондай бірлікті тілегім келеді, жақсылық тілегім келеді барлық халыққа. Аз уақыттың ішінде Қазақстан Республикасы Біріккен ұлттар ұйымынан бастап барлық дерлік халықаралық ұйымдарға мүше болды. 120-дан астам мемлекеттер мен дипломатиялық қатынастар орнатты. Міне, ұлыстың ұлы күні Қазақстан жеріне де келіп жетті. Мейрам басталды. Бәрімізге бақыт, шаттық, молшылық, бірлік әкелсін Наурыз мейрамы. Жұртыңа құттар ұлы күн.